Оңай тоқыма каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай әдемі тапочка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге екі түрлі жіп керек. Екеуі де Alize Lana Gold жібі және де сантиметрлік лента, крючок номері 4 және де белгілеуге арналған маркерлер. Ал енді қалай тоқу керектігін түсіндіріп өтейін. Бұл тапочканы тоқу үшін бізге екі өлшем қажет. Бірінші, аяқтың ұзындығы және де аяқтың шеңбері. Менің жағдайымда мен 37-38 размерге тоқып жатырмын. Яғни ұзындығы 24 сантиметр, ал шеңбері, яғни шеңбер бойындағы ұзындығы аяқтың 23 сантиметр. Енді ол үшін мен бірінші тоқу тығыздығымды анықтап алдым. Ол қалай? 10 сантиметрде менде 17 петля болды. 17 петля, яғни 1 сантиметрде 1,7 петля шықты. Менде аяқтың шеңбер бойындағы ені, яғни ұзындығы шеңбер бойындағы аяқтың ені 23 сантиметр. Сол 23 сантиметрге 1,7-ні көбейткенде 39-да 1 шықты. Яғни оны жаңағы көлемде, яғни 40 деп алдым. Яғни нақты өлшем болу үшін, яғни петля дұрыс шығу үшін 40 деп алдым. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Және де бұл жақта аяқтың алдыңғы бөлігі, яғни ұшынан, аяқтың ұшынан төменгі жаққа қарай, яғни тоқылады. Бұл тапочка, яғни аяқтан түсіп кетпейді, яғни бұның өкшесі шығып тұратын, яғни аяққа ыңғайлы етіп тоқылған. Енді өлшеп көрейік. Мінекей. Тапочкамыздың ұзындығы 24 сантиметр. Мінекей 24 сантиметр. Ал алдыңғы бөлігі мінекей 12,5 сантиметр. Ал ортаңғы бөлігі, яғни 12,5 болса, мына жақтан мінекей 21, яғни 12,5-21, 8,5 сантиметр шықты. Ал өкшесі, мінекей өкшесі былайдан, сіздерге көрмей алдым, мінекей өкшесі. Міне өкшесі 3 сантиметр. Яғни осы тапочканың ұзындығы 24 сантиметр болды. Ал тоқу барысында тағы да түсіндіріп отыратын боламын. Ал енді тапочка тоқуымызға кірісейік. Жұмысымызды амигуруми шеңберінен бастаймыз. Жіпті осылай сұқ саусағымызға алып, осылай крестик тәрізді ораймыз. Крючогымызды осылай қойып, жібімізді алып, осылай шығарып аламыз. Енді осы шеңбердің ішінен 7 столбик без накида тоқимыз. Бізде мынау бірінші тұрған, яғни 8-ші столбик без накида болып саналады. Яғни бұл бірінші. Енді осы шеңбердің ішінен тағы да 7 столбик без накида аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Яғни 7 столбик без накида алдық. Жібімізді тартамыз. Енді мынау тұрған, бірінші тұрған петлядан жұмысымызды біріктіреміз. Жұмысымызды кері айналдырамыз. Бір петля көтереміз де, оны маркермен белгілеп қоямыз. Яғни жіппен ыңғайлы, жіппен белгілеген. Мынау тұрған бірінші петлядан тоқымаймыз. Келесі тұрған петлядан 2 столбик без накида тоқимыз. Яғни біріншісін бір петля болды, бір петля көтергеніміз. Және келесі петлядан 2 столбик без накида алдық. Енді келесі тұрған петлядан 1 столбик без накида, келесі тұрғаннан 2, келесі тұрғаннан 1, келесі тұрған петлядан 2, келесі тұрған петлядан 1, келесі тұрған петлядан 2. Бұл бізде екінші қатар. Енді біз бағана маркермен белгілеп қойдық. Осы жерден күрчөгімізді тығып, жібімізді шығарып, бекіту петлясын жасаймыз. Жібімізді аламыз, маркерді, жұмысымызды айналдырамыз. Бұл бізде екінші қатар аяқталды. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда тағы да бір петля көтереміз, маркермен белгілеп қоямыз. Енді мынау тұрған бірінші петлядан алмаймыз. Екінші тұрған петлядан столбик без накида аламыз. Біз алдыңғы қатарда естеріңізде болса, яғни бір петля көтергеннен кейін келесі петлядан 2 алдық. Ал үшінші қатарда біз, яғни бір петля көтергеннен кейін екінші петлядан 1 аламыз. Яғни 1, 2, енді үшіншісінен 2 аламыз. Яғни осылай көбейтіп тоқылып кете береді. Яғни бұл үшінші қатарда 2 петля тоқылды, үшінші петлядан 2 алдық, көбейттік. Яғни солай жалғасып кете береді. Міне біз үшінші петлядан 2 алдық. Енді бір петля, келесінен 2, енді үшінші петлядан тағы да көбейтеміз. Яғни бір петлядан 2 столбик без накида алдық. Тағы да 1, 2, үшіншісінен көбейтеміз. Яғни 2 столбик без накида аламыз. Тағы да 1, 2, келесі тұрған петлядан 2 столбик без накида аламыз. Міне, мұндай келесі жіпті мінекей қазір біріктіретін болам. Міне біріктіргенде мінекей осылай алдық. Енді келесі түсті жіпті қосу үшін күрчекта 2 жіп мінекей жақсылап тартамыз. Жақсылап тартып, яғни жұмысымызды айналдырамыз. Бір петля көтереміз. Енді төртінші қатар тоқимыз. Төртінші қатарда бірінші тұрған петлядан тоқымаймыз. Екінші тұрған петлядан 1. Біз маркермен белгілеп алайық. Айтпақшы, мінекей маркермен белгілеп алдық.
келесте тоқып келген кезде шатаспау үшін белгілеп қойған дұрыс. Маркерімізді белгіледік. Бірінші петлядан алмаймыз. Екінші петлядан біреу, келесі тұрғаннан екеу. Алдыңға қатарда біз екі петля көтеріп, екі петля тоқып, үшіншісінен екі петля, екі столбик без накида алып көбейттік. Енді бұл жолы біреу, екеу, үшеу алдық. Төртіншісінен көбейтеміз. Мінекей, төртіншісінен көбейттік. Яғни бір петлядан екеу алдық. Енді біреу, екеу, үшеу. Төртіншісіне, яғни көбейтеміз. Яғни бір петлядан екеу алдық. Тағы да бір, екі, үш. Келесі тұрған петлядан екеу аламыз. Яғни көбейтеміз. Төрт. Тағы да бір, екі, үш. Келесі тұрған петлядан көбейтеміз. Яғни бір петлядан екі столбик без накида аламыз. Бұл бізде төртінші қатар аяқталды. Енді мына белгілеп қойған маркерден күрчөгімізді тығып, бекіту петлясын жасаймыз. Жұмысымызды айналдырамыз. Бір петля көтереміз. Енді қайтадан бірінші тұрған петлядан алмаймыз. Екінші тұрған петлядан маркермен белгілеп алайық. Ұмытпаймыз. Екінші тұрған петлядан біреу алдық. Бірінші көтерген петлямыз бір, тоқығанымыз екі, үш. Енді бұл қатарда төрт. Яғни төрт столбик без накида тоқып, бесіншісіне екі столбик без накида бір петлядан шығарамыз. Яғни көбейттік. Келесі тұрған бір, екі, үш, төрт. Бесінші петляға көбейтеміз. Яғни бір петлядан екеу алдық. Тағы да бір, екі, үш, төрт. Бесіншісіне екі столбик без накида тоқимыз. Тағы да бір, екі, үш, төрт. Келесі тұрған петлядан екеу аламыз. Енді жұмысымызды аяқтаймыз. Күрчөкқа тұрған маркер тұрған белгіленген жерге күрчөгімізді тығып жібімізді аламыз. Маркерімізді алып қоямыз. Бізде енді түсімізді ауыстырамыз. Яғни әр екі қатар сайын жібімізді ауыстырып отырамыз. Яғни әдемі көріну үшін мінекей күрчөкқа жіпті іліп тартып аламыз. Осылай. Енді жұмысымызды кері айналдырамыз да бір петля көтереміз. Қайтадан маркермен белгілеп қоямыз. Бірінші тұрған петлядан емес, келесі тұрған петлядан міне тоқып аламыз. Бірінші көтерген петлямыз біреу, тоқығанымыз екеу, үшеу, төрт, бес. Біз бесеу тоқыдық.
алтыншысына столбик без накидадан екеу тоқимыз. Алтыншысынан, яғни екеу алдық. Келесі 1 2 3 4 5 6. Алтыншысынан тағы да көбейтеміз. Бір петлядан 2 столбик без накида аламыз. Енді тағы да 1 2 3 4 5 6. Алтыншысынан екеу алдық. 1 2 3 4 5 6. Осы алтыншысынан тағы да біреу аламыз. Мінекей маркер тұрған жерге жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей 6-шы қатарды аяқтадық. Жұмысымызды айналдырып, бір петля көтереміз де маркермен белгілеп қоямыз. Бізде бірінші петляны тоқымаймыз. Екінші тұрған петлядан бір петля алдық. Яғни бірінші көтергеніміз 1 2 3 4 5 6. Алтау тастаймыз. Жетіншісіне тағы да 2 петля, 2 столбик без накида тоқимыз. Яғни көбейтеміз. Осылай тағы да алтау тоқимыз. Жетіншісіне тағы да 2 столбик без накида. Осылай тоқып, яғни біз 40 айналдыра 40 столбик без накида, яғни 40 петля болғанға шейін өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен осы петляларды санағанда 40 петля шықты. 9 қатар тоқыдым. Осы 9-шы қатарда мен яғни көбейтудің алдында, яғни 8 столбик без накида тоқыдым. 9-шысынан көбейттім. Яғни 9 қатар тоқыдым. Енді бұл жаңа тапчикамыздың алдыңғы бөлігі, яғни бұл бас жағы, ұшы. Енді біз алдыңғы бөлігін тоқу үшін тағы да, яғни осы 40 петляны көбейтпейміз. Осы 40 петляны ұзына бойына тоқып кетеміз. Яғни алдыңғы бөлігін. Бір петляны көтердім. Жіпті міне осылай белгілеп аламыз. Белгілеп аламыз. Енді бірінші тұрған петлядан емес, келесі тұрған петлядан, яғни тоқып бастаймыз. Яғни осынан ұзына бойына 40 столбик без накида шығады. Біз бұл тапчиканың алдыңғы бөлігін тоқып жатырмыз. Яғни осылай әр 2 қатар сайын жібімізді ауыстырып отырамыз. Яғни 2 қатар осындай серый түспен, 2 қатар көк түспен осылай тоқып отырамыз. Яғни соңына дейін тоқиық өзіміз. Мен осы алдыңғы бөлігін
12,5 сантиметр шыққанға шейін тоқимын. Яғни 12,5 сантиметр менің тоқуым бойынша 20 қатар. Яғни осы серік жіптен бастап, яғни 20 қатар тоқитын боламын. Көк пен серийді араластырып 20 қатар шығады. Сол қатарды өзіміз тоқып бітірейік. Сол кезде кездесетін боламыз. Мінекей мен алдыңғы бөлігін тоқыдым. Жібімді қиып алдым. Яғни бірінші басында қайтадан айтып өтейін. 40 столбик, яғни 40 петля болғанға шейін тоқыдым, көбейттім. Одан кейін көбейткен жоқпын. Әрі қарата 20 қатар столбик без накида көбейтпей сол қалпы тоқыдым. Яғни бұл алдыңғы бөлігі. Яғни алдыңғы бөлігі 12,5 сантиметр шығу керек. Мінекей 12,5 сантиметр шықты. Енді ортаңғы бөлігі бізде 8,5 сантиметр болу керек. Ең алдымен мен жібімді қиып алдым. Егер сіз қиып алмай әрі қарата жалғастыруыңызға болады, бірақ маған мынандай жаңағы шов түскен жері, яғни жіпті қосқан жерлері ұнамайды. Сол үшін бұны табанына қаратамыз да. Табанына қаратып, міне осы біткен жерден оңға қарай 15, солға қарай 15 петля санап, яғни жіпті солған орнатамыз. Яғни осы жерден былай қарата 15, былай қарата 15 петля санап біріктіреміз. Яғни бізде ортасында 10 петля қалу керек. Мінекей 15 петля санап біріктірдім. Былай қарата 15, былай қарата 15. Ортасында 10 петля қалды. Ал енді тоқуды бастайық. Яғни ортаңғы бөлігі 8,5 сантиметр шығу керек. Мінекей мен сырт жағынан бітірдім. Енді ішкі жағынан тоқуды бастаймыз. Алдымен күрчек жібімізді осылай бір петля істеп алып, ішкі жағынан оң жағынан бастаймыз. Маркерді алып тастай берсек болады. Бір петля көтереміз. Мінекей. Енді осы жерден тағы да столбик без накида тоқимыз. Әрі қарата осылай тоқып кетеміз. Санап отырып тоқсаңыздар болады, яғни шатаспау үшін. Яғни мен жаңағы жіптің үшін тоқу барысында арасын салып тоқып кеттім. Осылай, яғни мына жерге келгенге шейін өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен 30 столбик без накида тоқыдым. Енді жұмысымызды айналдырамыз осылай. Бір петля көтереміз. Осы бірінші тұрған, міне осы бірінші тұрған тесіктен тағы да бір петля тоқимыз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Мінекей. Яғни осы жерге дейін өзіміз тоқиық. Сосын келесі, яғни осы жіппен, екі қатардан кейін осы жіппен ауыстырып тоқитын боламыз. Мінекей мен соңына келдім. Енді басқа түсті жіппен осылай міне ауыстырған кезде жіпті осылай ауыстыратын боламыз. Яғни петляда
2 жіп. Жібімізді шығарып аламыз. Жібімізді шығарып алып, айналдырамыз. Бір петля көтереміз. Осы бірінші тұрған петлядан тоқу барысында мына жіпті тоқып кетеміз. Осы бірінші тұрған петлядан күрчөгімізді кіргізіп, бір столбик без накида тоқимыз. Жібімізді осылай мықтап тартып қоямыз. Мінекей. Осылай соңына дейін тоқимыз. Енді ортаңғы бөлігі бізде 8,5 сантиметр шығу керек. Менің жағдайымда, яғни менің тоқу тығыздығым, менің жібім басқа, сіздердікі басқа болуы мүмкін. Менің жағдайымда 8,5 сантиметр, менде 16 қатар, ортаңғы бөлігін 16 қатар тоқимын. Мынау бірінші, тоқымамыздың, яғни тапчикеміздің бірінші басы, осы алдыңғы бөлігі 27 қатар, ал ортаңғы бөлігі менде 16 қатар шықты. Яғни алдыңғы қатар 12-де 5, 12,5 сантиметр, ортаңғы бөлігі менде 8,5 сантиметр. Яғни әркімнің тоқу тығыздығы, жібінің қалыңдығы, жуандығына байланысты сандары әртүрлі болады. Сол жағын есептеп, яғни тоқу тығыздығын есептеп барып тоқығандарыңыз жөн. Яғни қазір өзіміз ортаңғы бөлігін тоқимыз. Менің жағдайымда мен 16 қатар столбик без накида тоқимын. Ал енді өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен ортаңғы бөлігін тоқып бітірдім. Яғни 16 қатар тоқыдым. Яғни бұл 16 қатарды қайдан шығардым? Қазір түсіндіріп өтейін. Біз ортаңғы бөлігі өкшенің, қазір өкшені тоқимыз ғой, өкшенің жарты еніне тең. Яғни осы петлялардың барлығы өкшенің жарты еніне тең. Яғни 3-тен 1-не. 3-тен 1 деп отқанымыз, осы петляны 3-ке бөлгенде әрқайсысы 10-нан шықты. Енді ортаңғы бөлігі бізде, яғни өкшеміз, осы өкшені өлшейміз. Мінекей, өлшегенде 6 сантиметр болды. Яғни 6-ны 2-ке бөлген кезде 3 сантиметр. Яғни 3 сантиметр деп отқанымыз, міне дайын неден көрсетемін. Бізде жалпы тапчиканың ұзындығы 24 сантиметр. 24 сантиметр. Осы 24 сантиметрінің алдыңғы бөлігі бізде 12,5. Міне 12,5 сантиметр. Оған дейінгі ортаңғы бөлігі 20, яғни ұзына бойына 21 ғой. Со 21, яғни 8,5 сантиметр. 8,5-ның жартысын қосқан кезде бізде жаңа 3 сантиметр болды. Яғни 24 сантиметр. Сол үшін өлшеп есептеп алған дұрыс. Яғни бізде мынау ортаңғы өкшесі, яғни 6 сантиметр. Міне 6 сантиметрді 2-ке бөлген кезде, былайынан есептеген кезде, мінекей, есептеген кезде, яғни осы өкшеміз 3 сантиметр шықты. Ал енді өкшесін тоқып бастайық. Жұмысымызды былай айналдырамыз. Бір петля көтереміз. Бұл көтерген петлямызда есептелінеді. Яғни 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Енді біз өкшенің, яғни ортаңғы бөлігін тоқитын боламыз. Бұл яғни бірінші. Ал тоқып бастайық. Міне бір петля көтердім. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Маркерді алып тастасақ болады. Енді өкшені тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді біз 10-шысынан алмаймыз. Келесі петлядан біріктіру петлясын жасаймыз. Яғни бір петляны тастадық. Жұмысымызды айналдырамыз. Ешқандай петля көтермейміз. Осы тұрған бірінші міне петлядан столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir петля тастаймыз. Алдыңғы бөліктің соңғы 10-ші петлясына біріктіру петлясын жасаймыз. Жұмысымызды айналдырамыз. Бірінші тұрған петлядан, ұмытпаймыз, осы бірінші тұрған петлядан тоқитын боламыз. Оны тастап кетсек, яғни есебіміз дұрыс болмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді алдыңғы бөліктің келесі петлясынан біріктіру петлясын жасаймыз. Жұмысымызды айналдырамыз. Тағы да осы тұрған бірінші петлядан ешқандай петля көтермей тоқып кетеміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі петлядан, мінекей, келесі отырған петлядан біріктіру петлясын жасаймыз. Жұмысымызды айналдырамыз. Тағы да бірінші тұрған петлядан тоқып кетеміз. Мінекей осылай тоқу арқылы біз өкшеміздің, яғни келбеті шығып жатыр, осылай. Ары қарата өзіміз тоқиық. Міне келесі тұрған петлядан осылай айналдырып тоқимыз. Мінекей бізде өкшенің, яғни өкшеміз тоқу барысында пайда болып жатыр. Мінекей осылай тоқу арқылы өкшемізді шығарамыз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ары қарата өзіміз тоқып шығайық.
Мінекей мен өкшесін тоқыдым. Енді өлшеп көрейік. Мінекей өкшесі 3 сантиметр болды. Енді шетін тапчыкамыздың айналасын әдемілейтін боламыз. Ең алдымен тоқып біттік қой, міне осы жерден жібімізді қимаймыз. 2 петля көтеріп, күрчоққа жіпті іліп, осылай столбик без накида тоқып шығамыз, айналдыра. Міне әр мына 2 қатар, мына 1, мына 2. Осы 2 қатардан 2 столбик без накида, столбик с накидом. Әр сол тоққан қатардан 2-2-ден алып отырамыз. Міне. Енді міне осы тұрған жерге келесі. Келесі. Мінекей. Әр қатарға, яғни 1 столбик с накидом тоқитын боламыз. Мінекей. Осылай тоқи береміз. Яғни мына тұсқа дейін өзіміз тоқиық. Мінекей мен тоқыдым, яғни мына бұрышына келдім. Күрчоққа жіпті іліп, бірінші мына жақтағы 1 столбик с накидымды тоқымаймыз да, келесі тұрған петлядан тоқитын боламыз. Яғни бұл не үшін? Бұл аяқтан, яғни киген кезде түсіп кетпеу үшін, яғни мықты болып тұру үшін, осылай 2 жағынан 1 петляны тастап тоқитын боламыз. Яғни қысқартамыз. Осылай тоқиық мына жаққа дейін. Мінекей мен тоқыдым. Енді мына жақтан алмаймыз. Келесі тұрған мінекей осылай тоқып кетеміз. Енді мына жақтан 2 аламыз. 1, 2. Мінекей 1, 2. Айналдыра өстіп, өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен соңына дейін тоқып біттім. Енді біріктіру петлясын жасаймыз. Не бағына 2 петля көтердік қой. Сол 2-ші петляға біріктіреміз. Осылай. Тағы да 2 петля көтереміз де күрчоққа жіпті іліп, яғни кедір бұдырлы обвязка дейді ғой, айналасын көмкереміз, әдемілейміз. Енді мына бірінші тұрған столбик с накидым, содан күрчөкті алдыңғы жағынан осылай алып, осылай тоқимыз. Күрчөкқа ілеміз. Келесі тұрған столбик с накидым, күрчөкті жіпті ілеміз де артқа қарай осылай мінекей аламыз. Тағы да ілеміз. Келесі тұрған жақтың, яғни алдыңғы бетінен аламыз. Ілеміз де арт жағынан аламыз. Келесі тұрған столбик с накидымның.
осылай тағы да келесі тұрған петляның алдыңғы жағынан аламыз. Осылай. Енді арт жағынан алдыңғы жағынан аламыз. Оң бетінен. Енді теріс бетінен. Ілемізде осылай күрчекті осылай тығып аламыз. Енді алдыңғы жағынан. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей мен тоқып бітірдім соңына дейін. Енді мынау тұрған бірінші петлядан жұмысымызды біріктіреміз, аяқтаймыз. Мінекей осымен біздің тапчикамыз тоқып бітті, яғни дайын болды. Мінекей енді артық мына ішіндегі жіптерін жасырып қоямыз өзіміз. Міне арттағы мына осындай жіптерін өзіміз жасырамыз. Осымен жұмысымыз аяқталды. Сіздерге мастер-класс ұнады деген ойдамын. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.